Бас жиынтық, сабақ тақырыбы бас жиынтық және таңдама, дискриттік және интервал вариациялық қатар. Сабақ тақырыбы бас жиынтық және таңдама, екінші гистограмма және полигон, үшінші дискриттік интервал вариациялық қатарлар. Көптеген кездейсоқ құбылыстарды заңдылықтарын тексеретін және статистикалық зерттейтін бұл ықтималдықтар теориясының әдістеріне негізделген. Зерттеуге алынған статистикалық жиынтық бас жиынтық болып саналады. Таңдамалы жиынтық немесе жай жиынтық бас жиынтықтан алынады. Бас жиынтық пен таңдама жиынтықтарының параметрлері келесі символдармен белгіленеді. Латынның бас әріптері бас жиынтықтың символдары, ал кішкентай латынның кіші әріптері таңдама символдары болып белгіленеді. Бас жиыны деп ішінен таңдамалы жүргізілетін объектілер жиынын айтады. Жиынтықтың көлемі деп осы жиынтықтағы объектілер санын айтады. Бас жиынтықты бөлшектеп бөлінетін таңдама, типтік таңдама, механикалық таңдама, сериялық таңдама болып белгіленеді. Көптеген жағдайда бас жиынтықты толық анықтау мүмкін емес, немесе анықтау тиімсіз. Сондықтан бас жиынтықтан варианталар деп аталатын x1, x2, x3, xk элементтерінен тұратын жиын кездейсоқ теріп алынады. Осыған сәйкес x1-ге n1 реті, x2-ге n2 реті, x3-ге n3 реті, xk-ға сол сияқты nk реттері қайталануы мүмкін. Сонда жиын мынандай түрде кестемен беріледі. Вариациялық қатар түрде жазылған таңдама дейміз бұны. Ni xi-дің вариациясының жиілігі n көлемі, n-ның қосындысы бар уақытта 1-ге тең болады. Таңдаманың сандық сипаттамалары. Таңдама орта таңдама деп аталады кейде, яғни орта таңдама xo тең болады. Мүмкін мәндердің жиынының сол мүмкін мәндердің санына бөлінуге тең, немесе формуласы мынандай дәрежеде көрсетіледі. Қаншыншы ретті бастапқы эмпирикалық момент МК Ни ретіменен мүмкін мәндердің жиынтығы көбейтіндісіне тең. Қаншыншы ретті орталық эмпирикалық момент кіші МК-ның мынандай түрдегі, яғни n көлемге қатысына тең. Таңдамалық асимметрия. Бұл да осындай көлем формуламен анықталады. Таңдамалық экспресс. Мынандай формулалармен нақтыланады. Таңдамалық дисперсия. Таңдамалық дисперсия мүмкін мәндердің соңғы мүмкін мәннен бастапқы мүмкін мәнде шегерген квадраттардың қосындысын және көлемге қатынасы. Немесе мынандай формуламен анықталады. Таңдама орта квадраттық ауытқу. Орта квадраттық ауытқу орта дисперсияның түбірасындағы мәні. Сенім ықтимал таңдаманың сенім ықтималдығы нақты беріледі, яғни F тең болады 0,95, яғни 95% деген сөз. Мәндік деңгейі альфа тең болады 1 алынған 0,95 тең болады 0,15-ке, яғни 5% деп есептеледі. Жиілік гистограммасы деп табандарының ұзындықтары ашқа тең дербес интервалдың, ал биіктіктері жиіліктің ағашқа қатынасындай болатын тік төртбұрыштан құралған сатылы фигураны айтады. Жиілік гистограммасын салу үшін абсцисса осіне дербес интервалды, ал жоғарғы жағындағы абсциссаға параллель, одан ара қашықтығы жиіліктің ашқа қатынасындай кесінділер жүргіземіз. Сонымен жиілік гистограммасы осы кесінділердің арасын қосқанда пайда болған
фигураны айтады. Яғни таңдау көлеміне тең болады. Гистограмма деп табаны мен биіктіктерін бір-біріне жалғастырып салынған тікбұрыштарды айтады. Барлық тікбұрыштардың аудандарының қосындысы бірге тең. Яғни мынандай нүктелердің арақасын қосатын сынық сызықты айтады. Анықтама: салыстырмалы жиілік полигон деп нүктелерді қосатын сынық сызықты айтады. Яғни гистограмманың қасиетін қайта. Мысалы, берілген үлестірім бойынша гистограмма салып кетеді. Аралық, бірінші аралық жиілігі 2-ден 7, мүмкін мән 5, n-дің жиіліктің ашқақ қатынасы 1. Сол сияқты екінші, үшінші, төртінші, бесіншілер мынандай мәнде берілсе, онда оның гистограммасын мына түрде орналастырамыз. Яғни x абсцисса осіне 2, 7, 12, 17, 27, ал ордината осіне n-дің ашқақ қатынасының мәндерін орналастырамыз. Сонда бізде бірнеше тік төртбұрыштар пайда болады. Полигон. Жиілік полигон деп n1, x1, n1, x2, n2, xk, nk нүктелерін кесінділермен қосқанда шыққан сынық сызықтар. Полигон салу үшін абсцисса осіне x варианталарды, ал оларға сәйкес жиіліктерді ордината осіне салынады. Салыстырмалы жиілік полигон деп осындағы x1, w1, x2, w2 сол сияқты нүктелерін кесінділермен қосқанда шыққан сынық сызықтарды айтамыз. Салыстырмалы жиілік полигон салу үшін абсцисса осіне x варианталары, оларға сәйкес w1-ді салыстырма ордината осіне саламыз. Осыларды қосқан сызықты салыстырмалы жиілік полигонына алынады. Статистикалық бақылаудың мақсаты сол жиынтықта белгінің өзгеруін, вариациясын табу, ал белгінің мүмкін мәндерін статистикада варианта деп атайды. Варианталар сандық, дискретті немесе үздіксіз болатын мүмкіндігін көрдік. Бұл кестенің жоғарғы жолғы мәндері варианталар, ал төменгі жолындағы әрбір мәні неше рет кездесетіні келтірілген, яғни рет саны. Реттелген кестені вариациялық қатар деп атаймыз. Егер вариация үздіксіз өзгеретін болса, онда вариациялық қатарды интервалдар бойынша құруға тура келеді. Жалпы түрде интервалдық қатар мынандай болады. Жиілік интервал түрі x, x1, x2, x2, x3, x3, x4, сол сияқты xm, xm плюс 1. Сәйкес x1, x2-ке n1, x2, x3-ке n2, яғни реттері. Осындай кесте құру арқылы вариациялық қатардың интервалдық қатарын аламыз. Әдетте белгілі интервариантаны кездейсоқ шамалар сияқты x, y, z, z1, z2 деген сияқты латын әріптері арқылы белгілейді. Вариантты қайталап отыру мүмкін. Ол қайталауға абсолютті санның жиілігін n1, n2, nk деп белгілесек, онда вариациялық қатардың жалпы түрін мынандай кесте түрінде көрсетеміз. Яғни мына жерде x1, x2, xk, оның қосындысы, n1, n2, nk, оның n қосындысы. Мұндағы x варианталар, сәйкес n жиіліктер, n вариациялық қатардың көлемі болып есептеледі. Салыстырмалы жиіліктің интервалдық түрі, мұндағы x1, x2, x2, x3 аралықтары белгіленген мүмкін мәндерге жататын интервалды k1, x2 минус x1, k2, x3 минус x2, сол сияқты km, xm плюс 1-ден xm'ді алған айырымды интервалды сипаттайды. Айырымды интервалды мынандай түрде келтіреміз. W-ді әрбір сәйкес аралыққа W1, W2 деп белгілейміз. Бұл салыстырмалы жиіліктің интервалдық түрі деп аталады.
Таңдаманың статистикалық таралуы деп варианталарды XM менен оларға сәйкес жиіліктер N немесе салыстырмалы жиіліктердің W тізбегін айтады. Бұны тағы да осындай кесте арқылы көрсетеміз. Дискреттік статистикалық қатар деп аталады. Жиіліктердің қосындысы таңдаманың көлеміне тең болады. Берілген вариациялық қатардың ең жиі кездесетін вариантасын мода деп атайды. Басқаша айтқанда, ең жоғары жиілікке сәйкес варианта мәні мода болады. Жиынтықтың тең етіп екіге бөлетін белгілі мәнін медиана деп атаймыз. Егер белгілінің өзгеру мәндеріне тақ болып, ұлғаю ретімен орналасса, мұнда үйлестіру медианасы XM вариантасына тең болады. Ал варианта саны жұп болса, онда бұл жиынтықты тең екіге бөлетін медиана мәнін аралығында болатын жағдайды айтамыз. Бұл жағдайда медиана енің мәні осы екі варианттың арифметикалық ортасы болады. Іс жүзінде варианта абсолютті жиілікпен қатар салыстырмалы жиілік түрінде беріледі. Бұл жағдайда мынандай кесте жазылады. XI мүмкін мәндерге X1, X2 сәйкес, яғни салыстырмалы жиілік W1, W2 сәйкес. Ал мұндағы салыстырмалы жиіліктердің қосындысы 1-ге тең болады. Яғни бұны нақты түрде салыстырмалы жиіліктердің қосындысы 1-ге тең деп айтамыз. Тапсырма. Мысалы 1. Таңдама жиіліктің үлестірім түрінде берілген XI, яғни мүмкін мәндер, NI жиілік, сол салыстырмалы жиіліктің үлестірімін табылады. Мысалы 2. Таңдама мен вариациялық қатар түрінде берілген барлық сипаттамаларын табамыз. Сұрақтар. Жиіліктер полигоны, гистограмма анықтамасы, таңдамалық экспресс, таңдамалық дисперсия, таңдамалық орташа, сенімділік интервалы, ең жоғары жиілікке сәйкес варианта мәнін не деп атайды? Салыстырмалы жиіліктердің қосындысы нешеге тең? Сабақты бекіту сұрақтары мен тестілер.